қош сүйікті әліппем атты мерекемізге қош келдіңіздер. Осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын қысыла да қызыға аттаған бір отбасының тұңғышы, бірі кенжесі, ата-әжесінің сүйікті де еркесі болып жүрген ұл қыздарымыз ең алғашқы оқулығы әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Білімдегі жарық не? Ол сүйікті әліппе. Ендеше біз ортамызға сүйікті әліппемізді шақырамыз. Әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Келгенде алғаш мектепке білмеуші едік әріпте, оқимыз қазір ертекте үйреткен оны әліппе. Әліппені алғанда бәрі бала қуанды, сенің ана тілінде әріптеден құралған. Әліппе білім бұлығы, әліппе мұшырақ, әліппе білім көзі, әліппе мұғалимасы сөзі. Қайнар көзін көріппен, тым-тым болған кітаптың басы болған әліппем. Сенсің білім бастауы, қолымдағы әліппем, сен өзіңнен танысқан 42 әліппем. Оқитын әрі жазатын, біріңге қол созатын, оқушы болдық сауаты, біріңнің тегін қазақтың. Жазаласын сен енді, отан, ана, бала деп әліппеден аттама, кетсем дағы дана бол. Қолға тап тигеннен, таудай болып үйгеннен, анасын деп тартуды әліппеден үйренген.
Ana tili mında gelişir. Сәлеметсіздерме балалар, туған елдің тілімін ақылымен танылам, түсіндірер бәріне ана тіліммен болам. Балалар, енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Ынтақ көп оқысаңдар, көп нәрсеге үйренесіңдер. Әр сөзімді жаттаған балалар үшін мақтанам, рахмет айтып шаттанам, риза болып аттанам. Оқу мен өсіп туыңдар, аман есен болыңдар.
көрейік. Мерейің өсе берсін. Қолын ұстап, тамаша сахнада өстіп көре берейік сені. Тамаша, өте жақсы, билерің де тамаша, қуанып, тамаша айтып берем, құтты болсын куәлігің. Ол біздің ең кішкентаймыз. Тамаша бала екенсің, құтты болсын куәлігің. Құтты болсын куәлігің, құтты бала болып жүрген жақсы. Құтты болсын куәлігің.